Құрметті өлгендер, сендердің мейірімі жоқ күні түнге, түні түнекке айналып кеткен осы бір сұрықсыз әлемді енді көрмейтіндерің қандай бақ. Қариясынан қасиет кеткен аймақтан, шай үстінде де ақша туралы айтатын кездесулерден, тек өтініш айту үшін ғана шалынатын қоңыраулардан сендерді сақтап қалған ғой. Құдайдадан таңдайды. Біздің жақтарда ауа райы да қолайсыз, қар аралас жаңбыр бар, жұлдызда жиі жанбайды. Сәл бақытты болуыңа болады, құмарың тіптен қанбай қап. Біздің жақтарда ешкімді сағынып көрмеген жүрек көп, ең жылы сөздерді айтып көрмеген таңдай да, және сценарийі қызықсыз жазылған маңдай бар. Біздің жақтарда адамдар да, жануарлар да қорғансыз, періштелер от ішінде қалып кете береді, және көктен қаншама шақ құлады. Сұмдықтың барлығын көруге болады, сұмдықтың барлығын естуге болады, айтуға болмайды тек қана келеме жылағың. Біздің жақтарда шеңберден шығуға болмайды, сол күйбең тірліктің болуға тиіссің құрбаны. 200-ді пікірлес досың бар, табанмен таптағың келетін дүние көп, аттауға қорқады ол бір адым. Құрметті өлгендер, біз сендерді ұмытпаймыз, оқылып дұғасы, бағыштап Құранын шама жеткенше ұлықтаймыз. Ал біздің жақта адамның құны әрі кетсе 600 теңге тұрады. Құрметті өлгендер, тіршілік деп жүргеніміздің мәні жоқ бірдеңе екенін айта алсаңдар ғой бізге кеп. Күнделігіне күрсініш жазып қыз отыр, сендердей ол да өмірдің мәнін іздемек. Бәрін де қойшы, менің жай ғана өмір жазғым келеді. Айталама көктем ән, жазалама жаз жара, бере алама күз көмек.